Қазақ-жоңғар қатынасы ұбт-дағы маңызды тақырыптардың бірі. 1635 жылы жоңғар хандығының негізін Батыр Қонтайшы қалады. Жоңғар хандығы қазақ жерлерін алым-салық төлеу үшін және мал жайылымдарын кеңейту үшін пайдаланғысы келді. Жоңғарларға қарсы күресте 1710 жылы Қарақұмда бүкіл қазақ жасақтары мен хандары батырлары бас қосты. Осы Қарақұмның нәтижесінде қазақ жасақтарын Бөгенбай батыр бастады. Бірақ бұдан кейін 1723 жылы 1727 жылдары Ақтабан шұбырындық алқакөл сұлама жылдары қазақ халқына өте ауыр жылдар болғанын білесіздер. 1722 жылы Қансейдің өлімі қазақ жеріне жоңғарлардың баса көктеп кіруіне жағдай жасады. Жоңғарларға қарсы күресте 1726 жылы орда басында бүкіл қазақтар жиналып жоңғарларға қарсы күресті ұйымдастырды. Қазақ жасақтарын кіші жүз ханы Әбілқайыр хан басқарды. 1728 Бұланты шайқасы, Қалмақ қырылған. 1729-30 жылдары Аңырақай шайқасы қазақ жасақтарының жеңісіне әкелді. 1758 жылы Қытай әскері жоңғарларды тарих сахнасынан өшірді. Яғни қазақ-жоңғар қатынасы туралы тағы да толық мәлімет білгіңіз келсе, маған қосылыңыз.